Қазақ тілінен бастау алып, бүгінде бірнеше пәнді сатылай кешенді оқыту технологиясы арқылы меңгеріп отырған зерделі зерек болашақ интеллектуалдық марафонына қатысушы Астана қаласы номері 4-ші мектеп гимназиясының 8-ші сынып оқушыларын қарсы алайық. Жетекшісі Құрманалиева Дина, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Тапсырмаларыңызды ала қойыңыздар. Жақсы. Жету үшін талпынған арманына, білімнің қанат қаққан заңғарына, болашақтан сәулелі үміт күткен жарқын тобы келді алдарыңызға. Білім ғылым көтерер мақсатымыз, әрқашанда шықсын деп жасатымыз. Алаш арыстарының салған жолын жалғастыру біздердің мақсатымыз. Ала таудай болу керек алысырбай, аспанында өнердің дара самғай. 3 жыл бойы білімнің бәйгесінен келіп тұрмыз алдарыңа қарасам. Помогает в учебе нам всегда ступенчато-комплексная технология, ведь это первая казахстанская технология, которая дает возможность лучше усвоить школьные дисциплины. Благодаря ей мы смогли овладеть 10 учебными предметами. В этом вы убедитесь сами, послушав наши ответы. Today's main task of learning this language as much as possible. And the main aim of Stepped Complex Analysis Technology to make learners to get deep knowledge of these languages. And the Stepped Complex Analysis Technology helps learners to get to practice in writing, reading, speaking, and listening. Қазақ тілі. Ісім онсын десеңіз, сол істің маманы болыңыз. Сөйлемге синтаксис талдау. Сөйлемде 2 тіспегі бар. Олар нүкте және үтір. Нүктенің қойылу себебі о аяқтап, сөйлемді тиянақтап тұр. Үтірдің қойылу себебі құрмалы сөйлем құрамындағы жай сөйлемдердің ара-жігін ажырату үшін. Айтылу сазы мен мазмұнына қарай хабарлы сөйлем, себебі ой баянда жеткізіліп тұр. Құрылысына қарай құрмалы сөйлем, себебі екінші сөйлемнен құрау күрделі ойды білдіріп тұр. Құрамдағы сөйлемдердің баянсыз тәсілдеріне қарай сабақтаса байланысқан құрмалы сөйлем, себебі құрамдағы сөйлемдердің біріншісін баяндаушы тиянақсыз тұлғада келіп, екіншісіне бағына сабақтаса байланысып тұр. Сабақтастың мағыналық түрлеріне қарай шартты бағынқылы сабақтас құрмалы, себебі бағынқы сыңар басыңқы сыңарының ойдың шарт білдіріп тұр. Құрмаластың құрамындағы екінші жай сөйлемді сөйлем мүшелеріне қарай талдаймыз. Ол үшін ең алдымен сөйлемнің баяндаушын табамыз. Себебі баяндаушысы сөйлем болмайды, баяндауштың орны шартты түрде тұрақты. Не істеңіз, маманы болыңыз, күрделі, етістікті, жіктік тұлғалы баяндауыш. Баяндаушты қатыстыра отырып, сөйлемнің бастаушын табамыз. Бұл сөйлемде бастауыш жасын тұр. Баяндауыш арқылы тұрлаушы мүшелерді табамыз. Маманы болыңыз ненің, істің дара зат есімді ілім тұлғалы елгі анықтауыш. Қай істің сол дара есімдікті атау тұлғалы анықтауыш. Маманы сөздің сөз құрамына лексика грамматикалық маңызды талдау. Міржақ Дулатовтың алашқа өлең тытылай кешен талдау. Көп майса бетегелі жерің қайда, күмістей толқындаған көлің қайда, ыңжың болып жер қайысқан төрткілікпе жүгіліп көшіп қонған ерің қайда. Көтерген ақ киізге ханың қайда, қиғашқан бидай өнімді ханың қайда, мерген сырт қайбынды үлкен бүтін бір кезде басқа қонған бағың қайда. Қақ жақан қара қылды бейін қайда, ақорда бейік сетін ең қайда, салтанат сарыарқада құрған қазақ толықсып кеше жүрген күнің қайда. Шаң жұтқан теке жігіт атын қайда, қалдырма жауға тастап жақын қайда. Ұшқырған тұзы мұтық болат назар, киінген көк дұлға батыр қайда. Авторы Міржақ Дулатұлы. Міржақ Дулатұлы алаш қаласының қайраткері, педагог, ағартушы, жазушы, ақын. Негізгі мамандығы ұстаз болғандықтан балаларға арнап шақты әңгімелер, өлеңдер жазған.
Оның алғашқы кітабы Санкт-Петербургте Оян қазақ деген атпен шыққан. Сол үшін де түрме азабын тартқан. Тақырып бұл өнер туындысының іргетасы. Бұл шығарма. Әдеби шығарма дегеніміз белгілі бір дәуірдегі қоғамдық шындықтың сәулесі. Бұл шығарманың тақырыбы қазақ халқын білімге, мәдениетке, адамгершілікке шақыру. Жанр түрі поэзия, өлең дегеніміз белгілі бір өлшеммен қинан қиыстырып, үйлесім тырғақпен ұйқасып келетін өрнекті сөз жүйесі. Идея дегеніміз автор өмір шындық көріністері арқылы өз мақсат мүддесін арманын білдіреді. Бұл өлеңнің идеясы балаларды өнер білімге, мәдениетке шақыру. Шумақ, аяқталған синтаксистік біртұтас ойды білдіреді. Бұл өлең 8 шумақты. Тармақ, өлеңнің ашылы, тармақ саны 50. Бунақ белгілі бір дауыс ырғымен бөлінуі. Өлең 3 бунақтан. Буын дауыс дыбыстарға байланысты 11 буынды. Ұйқас дегеніміз өлеңнің бітім мазмұнымен танылас келіп, оған әуен ерекше саз беріп тұратын өлең тармақтарындағы сөздердің үндестігі. Шұбыртпалы ұйқаспен жазылған. Әдеби теориялық ұғымдар. Троп деген сөзден тура мағынасында емес, бұрма мағынасында қолдану, шындықты бейнелеп, эпитетті перделеп айту. Эпитет деген заттардың айрықша белгілерін, ерекше қасиетін сипаттайтын сөз. Эпитеттер ақ орда, ақ киіз, үшкір ат, түзу мылтық, болат найза және тағы да осындай эпитеттер кездеседі. Теңеу дегеніміз бір нәрсенің ұқсастығы бойынша басқа нәрсемен салыстыру. Бұл өлеңде теңіздей толқындаған деген теңеу бар. Риторикалық сұрақтар. Риторикалық сұрақтар дегеніміз жауап беруді қажет ететін өлең жолдары. Риторикалық сұрақтар. Көк майса бетегелі жерің қайда? Күмістей толқындаған көлің қайда? Көтерген ақ киізге ханым қайда? Қиғашқас бидай өңді ханым қайда? Аллитерация дегеніміз тармақ басындағы бірыңғай дауыс дыбыстарының қайталанып келуі. Аллитерация. Көк майса бетегелі жерің қайда? Күмістей толқындаған көлің қайда? Эпифра дегеніміз тармақ соңындағы сөздердің қайталанып келуі. Эпифра. Көк майса бетегелі жерің қайда? Күмістей толқындаған көлің қайда? Көтерген ақ киізге ханым қайда? Қиғашқас бидай өңді ханым қайда? Сөздік жұмысы. Біз бұл өлеңді оқи отыра сөз түсінуге қиын сөздер тапқан жоқпыз. Өлеңнің негізгі түйіні тәрбиелік мәні. Міржақып Дулатұлы бұл өлең арқылы жастарды өнер, білімге, мәдениетке шақырады. Орыс тілі. Наш народ свято чтит унаследованные от предков обычаи и традиции, передавая их из поколения в поколение. Произвести синтаксический разбор данного положения. Хотели высказывали это положение повествовательным, потому что в нем содержится информация. По интонации это предложение не восклицательное, так как в предложении не выражено никаких чувств. Порядок слов в этом предложении прямой, потому что после подлежащего следует сказуемое. По структуре простой, потому что в нем имеется одна грамматическая основа. По наличию главных членов предложения это предложение двусоставное, потому что в нем имеется и подлежащее, и сказуемое. По наличию или отсутствию необходимых членов предложения полный, потому что все необходимые члены предложения налицо. По наличию или отсутствию второстепенных членов предложения распространенное, потому что в предложении, кроме главных членов предложения, есть второстепенные члены предложения. Народ чей наш дополнение, выраженное местоимением, чтит как свято определение, выраженное именем прилагательным, какие унаследованные от предков, определение выражено частным оборотом, чтит что обычаи, традиции, однородные дополнения, выраженные именами существительными. Что делают, как, передавая их с поколения в поколение, обстоятельства выражены непричастным оборотом. Главные члены предложения. Кто? Народ, подлежащее, выражено именем существительным, именительным падежем в единственном числе. Народ что делает? Чтит, сказуемо, потому что выражено глаголом призывительным. В конце предложения ставится точка, потому что это предложение повествовательное. Ағылшын, Life is Fine өлеңін мәнерлеп оқып беріңіздер. I took the elevator, 16 floors above the ground. I thought about my baby and thought I will jump down. I stood there and I hollered. I stood there and I cried. If I hadn't been so high, I might have jumped and died. But it was high up there. It was high. Өлеңдегі ұсы дауыс дыбыстарынан іздеуі. Sound C is a consonant sound phoneme because when sounding consonant C, the A flows from the lungs with abstraction. According to the pronunciation, the position of the lip
the position of the lip, front line, the position of the lip, the position of the tongue, neutral, the position of the jaw drops. According to the articulations, it sounds about the neutral, mild twist or curved swallow. Manner of articulation, this sound fricative consonant. Sound Z is a consonant phoneme because when sound consonant Z, the air flows from that with abstraction. According to the articulations, this sounds the position of the tongue, back the front line, the position of the lip, neutral and rounded, the position of the jaw drops. Manner of articulation, there is a consonant phoneme. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық көтеріліс тақмасына ешін толау. Қазақтардың патша үкіметіне қарсы жасаған көтерілістердің бірі және бірегейі 1837-1847 жылдар аралығындағы Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық көтерілісі. Көтерілісті қаһарман батыр, дипломат, қоғам қайраткері Кенесары Қасымұлы бастады. Ол Абылайдың немересі. Хронологиялық кесте. 1837 жылы Кенесары Қасымұлы патша үкіметіне алғаш рет қарсылық білдірді. 1838 жылы патша үкіметі Ақмола бекінісін өртеп жіберді. 1841 жылы Кенесары қолы Ташкентке аттанды, алайда сарбаздар арасында жұқпалы ауру өршіп кетті. 1844 жылы Кенесары Қасымұлы Сұлтан Жантөреұлының тобын қоршап, 44 сұлтанды мерт қылды. 1847 жылы Кенесары Қасымұлы қазіргі Мәртөбе деген жерде қырғыз манаптарымен шайқастан қаза табады. Көтерілістің басты мақсаты қазақ елінің патша үкіметіне қосылып үлгермеген өңірлердің дербестігін сақтау және де қазақ елінің патша үкіметі қазақ елінің бекіністері арқылы отарлауды тоқтату және қоқандықтардың тепкісіндегі қазақтарды азат ету. Келесі пәнге көшеміз. География, қызыл кітап тақырыбын ерекше талдау. Қызыл кітап дегеніміз ерекше қорғауды қажет ететін тұқымы құрап бара жатқан жануарлар мен өсімдіктерді тіркелетін арнайы құжатты қызыл кітап деп атайды. Халықаралық қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктер. Халықаралық қызыл кітапқа енген жануарлардың бірі құлан. Ол өте ерекше жануар, суыққа да, ыстыққа да төзімді. Сыртқы пішіні бойынша есепке де жылқыға да ұқсайды, бірақ жылқы тектес болып табылады. Орақ тұмсық, жетісуалы 12 метр биіктігінде орналасады және де бір жұмыртқа салғанда 3-4 жұмыртқадан салады. Және де оның салмағы 300-270 граммға жетеді, ал ұзындығы 22-25 сантиметр. Және ғалымдардың айтуы бойынша қазіргі уақытта олардың 150 жұп түрі ғана қалған. Көктем жанаргүлі ол сарғалдақ тұқымдас, бір немесе көп жылдық өсімдік, жапырағы сағасыз, сонымен қатар биіктігі 20 сантиметр болып келетін қызыл кітапқа енген өсімдік. Қорытынды. Жалпы қызыл кітаппен жұмыс жасау әлі күнге дейін жалғасады. Себебі жануарлар мен өсімдіктер тіршілік әлемі әрқашанда өзгерістерге ұшырайды. География, зат шығару тақырыбын сылай кешен талдау. Келесі пәнге көшеміз. Биология. Зат алмасу өнімдер дегеніміз органикалық заттардың ыдырау нәтижесінде түзілетін соңғы өнімдер. Таным, зат шығару жүйесіне екі бүйрек, екі несепағар, бір қуық және бір зат шығару өзегі жатады. Бүйрек зат шығару өнімдерін сыртқа шығарудың басы мүшесі болып табылады. Несепағар қабырғасы бұлшықетті түтікше тәрізді жұпқышы болып табылады және де бүйректі қуықпен жалғастырады. Қуық кіші жамбас қуысындағы және тікішектің алдындағы бұлшықетті мүше, ол жерде зәр жиналады. Зәр шығару өзегінің құрылысы әйелдер мен еркектерде бірдей болмайды. Әйелдерде мысалы ол түтік пішін тәріздес болып қуықтан басталады, ал еркектерде ол да қуықтан басталып жыныс мүшелерінің ұшына дейін созылып жатады. Ерекшелігі. Зәрдің құрамында 96% су және 1,5% органикалық заттан тұрады. Зәрдің сары түсті болу себебі оның құрамындағы урахром пигментіне байланысты. Және зәрдің құрамында фосфат, сульфат секілді қышқылдар бар. Және алкогольдік ішімдер зәр шығаруға кері зиян тигізеді. Себебі бүйрекке жиналған алкогольдік ішімдер бүйрекке зиян тигізіп, зәрмен бірге нәрвіздерде сыртқа шығады. Бүйрек ауруларына біз уремия, нефрит және зәр шығару өзегінің қабынын жатқызамыз.
бүйрек гигиенасы. Бүйректің гигиенасын қалыпты жағдайда ұстау үшін біз мына жағдайларды орындауымыз керек. Қалыпты өмір сүру және де тұзды, ащы заттарды көп жемеу, алкоголь, темекі және есірткі сияқты заттарды қолданбау. Алгебра пәні. Квадрат үшбүйшек тақырыбында екінші талдау. ax квадрат плюс bx плюс c түрінде берілген көп мүшені квадраттық үшбүйшек деп атаймыз. Тану, жазылу, ax квадрат қосылған bx қосылған c. Оқылу содан қарай оқимыз, математикалық белгісі қосу азайту таңбалары. Мағынасы x айнымалы, a бірінші коэффициент, b екінші коэффициент, c үшінші коэффициент. Қасиеті, егер квадрат үшбүйшек көбейткіштерге жіктелсе, онда оның мәндері болады. Ал осыған кері теорема, оның мәндері болса, онда ол көбейткішке жіктеледі. Егер квадрат үшбүйшенің бірінші коэффициенті бірге тең болса, онда ол келтірілген квадрат үшбүйшек деп аталады. Шығу тарихы. Квадраттық үшбүйшені ежелгі Вавилон жазбаларында да көруге болады. Олар квадрат үшбүйшекпен қатар көпбүйшек, сонымен қатар қосу, азайту, бөлу, көбейту секілді амалдарды қолдана отырып, геометриялық, алгебралық есептер шығарған. Физика ток күші тақырыбында екінші талдау. Электр тогының күші және оны салыстыру үшін физика арнайы ток күші деген физикалық шығарма енгізілді. Тану, өткізгіштің көлденең қимасы арқылы кез келген уақыт аралығында тасымалданатын электр мөлшерінің сол уақыт аралығына қатынасын ток күші деп атайды. Тану, оқылуы и, жазылуы и, айтылуы ток күші. Формуласы И тең тең ондағы И ток күші, Q заряд, Т уақыт. Өлшем бірлігі